Сәлем достым, бүгін сіз көптен күткен логикалық сұрақтар арқылы миыңызды дамытатын боласыз. Видео соңында неше сұраққа жауап бергеніңізді пікірге қалдырып кетіңіз, және де каналға жазылуды ұмытпаңыз. Номер бірінші сұрақ. Ғарыш кемесі басқа ғаламшарға қонған болатын. Ғарышкер өте ерекше планета екенін білді. Бұл жерде сулы заттың бәрі мұзға айналатын. Кенеттен олар басқа ғаламшарлықтардың кемесін байқады. Бірінші ғарышкер ішіне кіріп бағалы заттарды алмақшы еді. Ішіне кірген сәтте есік жабылып қалып, қабырғалар қирайын деп тұрды. Ғарышкер үш есік арқылы сыртқа шықса болады. Бірінші есікте өте үлкен робот. Екінші есікте улы газдар, ядролық қарулар. Үшінші есікте акула. Ол ғарышкерлердің темірден жасалған киімін тістеп алатын еді. Қай есікті таңдаған дұрыс? Дұрыс жауабын пікірге қалдыр. Дұрыс жауабы үшінші есік. Себебі бұл планетада сулы заттың бәрі қатып қалатын. Номер екінші сұрақ. Арман үшін бүгін маңызды кездесу. Оны жұмысында атағын көтеретін болды. Оны көп күтті. Жұмысқа кетіп бара жатқанда басына горшокты лақтырып жіберді. Осылайша больницаға жатып қалды. Полиция үш күдіктіні анықтады және олардан сұхбат алды. Бірінші күдікті мен енді дүкеннен келген болатынмын. Мысығыма тамақ сатып алдым деп айтты. Екінші күдікті мен күні бойы ұйықтадым. Кеше түні бойы жұмыс жасаған едім деді. Үшінші күдікті мен Арманның басына қызыл гүл өсіп тұрған горшокты лақтырған жоқпын деп үйіне кіріп кетті. Полицияны қай күдікті алдады? Дұрыс жауабы үшінші күдікті. Себебі ол қызыл гүл екенін қайдан білді? Суретте не дұрыс емес екенін анықта. Суретте бір-біріне ұқсайтын екі затты тап. Видеоның соңына да келіп қалдық. Егер видеоны лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер.